Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен көріспегелі біраз айдың жүзі болды, сондықтан пайдалы ақпараттар айдарын бастаймыз. Ендеше бүгін сіздерге қарбыз туралы айтатын болам. Елімізде қарбыз шаруашылығы оңтүстік өңірде жақсы дамыған. Әр жазда халықтың басым көпшілігі базар мен сауда орындарына қарбыздың шығуын асыға күтеді. Жаздың соңғы тамыз айы қарбыздың әбден пісіп жетілген мерзім болып есептеледі. Әсіресе аптап ыстықта шөл басу үшін бұл өнімнің пайдасы зор. Алайда кейбір ауруы бар жандар үшін қарбызды пайдалану зиян келтіруі мүмкін. Біз бүгін қарбызды қалай дұрыс таңдау керек, сондай-ақ одан не дайындауға болатынын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қарбыз бұл 90% дерлік судан тұратындықтан шөлді жақсы басады. Маегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп, қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынынан немесе бір тілімнен дәм татсаңыз, денедегі су қорын толтырып, қантпен қанықтандырады. Қарбыздың маегіндегі дәрумендер төмен концентрацияда кездескенімен С және А дәрумендері, сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнегі маекке қарағанда қоректік заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы мен сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп немесе қуырып жеген пайдалы. Ресми медицинада қарбыздың тек дәнегі қолданылады. Одан алынған май сығындысы бүйрек ауруларын емдейді. Аталған май зәр қышқылы мен несеп айдауға тез әсер етіп, бүйректі құмнен тазартады. Алайда бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің арнайы нұсқаулығымен ғана пайдалануға болады. Қарбыздың маегі мен қабығын көптеген елдер халықтық медицинада игілігіне жаратады. Жоғарыда айтылғандай, мұнда да ең алдымен қарбыздың несеп айдау әсері бірінші кезекте. Емшілердің айтуынша, қарбыз ісінуді, жүрек пен бүйрек ауруларын, гипертония мен іш қатуды жеңілдетеді. Ал Қытай медицинасы қарбызды организмнен барлық ауруларды алып тастайтын салқындатқыш құралға жатқызады. Сондай-ақ қарбыздың қабығынан, маегінен жасалған қайнатпа мен компоттар терідегі жарыларды емдеуді тездету үшін қолданылып, дәнегінен шай дайындалады. Қарбыз маусымы тамыз айында басталады. Осы уақытқа дейін жемістердің пісуі тыңайтқыштармен тездетіледі. Сондықтан ерте сатып алу қауіпті болуы мүмкін. Қарбыз өсірілетін алқапта көбіне дерлік азот тыңайтқыштары қолданылады. Өсімдік оларды өңдейді және шығарып тастайды, ал қалған бөлігі нитрат түрінде қалады. Олардың аз дозасы қауіпті емес, бірақ жетілмеген жемістерді нитраттың бөлініп шығу уақыты болмауы мүмкін. Сондықтан піспеген қарбызды жеуге болмайды. Көбінесе қарбызбен улану нитраттармен байланысты емес. Көптеген адамдар жемісті тым мұқият жумайды, ал кесу кезінде бактериялар маекке түсіп уланады. Қарбыз жердің өзінде өскендіктен олар мұқият тазалап жууды қажет етеді. Қарбыздың қабығы жылтыр, сондай-ақ қою жасыл болуы керек. Қарбыздың жерге тиген бөлігі бір жағында дақ болып тұрады. Егер дақ ақ емес, сары немесе қоңыр болса жақсы. Піскен қарбыздың бас ұшы құрғақ, қылшыл бетінде құрғақ жіп тәрізді жолақтар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, ұрған кезде саңырау емес, ашық естілетін дыбыс шығады. Қарбызды бөлме температурасында бірнеше апта бойы сақтауға болады. Салқын, қараңғы жерде жеміс бірнеше ай бойы сақталады. Алайда ол кезде құрамында біраз қоректік заттар жоғалтады. Ал кескеннен кейін маегін ауа өткізбейтін пакетпен немесе фольгамен жабу керек. Бұл күйінде қарбызды тоңазытқышта 4 күнге дейін сақтауға болады. Пайдалы саналатын кез келген тағам шамадан тыс тұтынғанда зиян тигізетіні жалпыға белгілі тұжырым. Жас баладан кәріге дейін сүйсініп жейтін бұл жемістің де адам ағзасына қандай зияны бар екенін диетолог дәрігер Әлия Еділбайқызы айтып берген. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрып, калориясы өте төмен болғандықтан оны шексіз мөлшерде жеуге болады деген жаңсақ түсінік бар. Бірақ бұл дұрыс емес. Қарбыз маегі қарапайым көмірсуларға бай, сондықтан бұл гликемикалық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағза көп су жұмсайды. Сол себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшерімен қажетті минералдар да бірге шайылады. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы.
айтуынша, дәл осы үшін оның есептас ауру адамдарға жеуге кеңес берілмейді, өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан жүктіліктің соңғы мерзімінде жүрген әйелдерге мейлінше бас тартуды ұсынамыз, яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды 2 есе жүгіртпей түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Бұл аллергияға емес, ең алдымен қарбызды өнеркәсіптік өсіруде қолданылатын тыңайтқыштар, нитраттар, зиянды заттарға да байланысты. Олар сыртқы қабатында көп мөлшерде жинақталатындықтан ересектерге де қарбызды қабыр жағына дейін жеуге болмайды. Қарбыз туралы сіз білуге тиіс маңызды ақпарат осы. Қазір маусымы болғандықтан қарбыз сатушылар да, оны сатып алушылар да көп. Осы мезгілде қарбыздан уланып, ауруханаға түсетін жағдайлар да жиі кездеседі. Дәл осы себепті жоғарыда берген мәліметтерді әрдайым есте сақтап жүрген артық болмас. Сіздерге ұсынылған мәліметтер осындай. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.